Қазір елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты халықтың басым бөлігі үйлерінде отыр. Осы бір өтпелі кезеңде әр саланың мамандары ел игілігіне асатын қашықтан шаралар өткізуге барынша атсалысып жатыр. Солардың бірі Шамалған мәдениет үйінің жанынан құрылған көркем сурет үйірмесінің жетекшісі Әлтайыр Мұхамедқали. Қылғалам шебері аталған өнер мекемесінің қолдауымен Қарасай ДК Инстаграм парақшасында сурет салудан онлайн шебер сабақ өткізді. Дәріс барысында суретші ұлы ақын Абай Құнанбайұлының көзімнің қара өлеңін сипаттап қағаз бетіне түсірді. Суретті бейнелей отырып қылғаламмен жұмыс істеудің, қалай майлы бояуды араластырып түс шығарудың әдіс тәсілдерімен бөлісті. Берілген уақытта барлығын қамтып үлгермесе де түрлі техниканың қыр-сырын барынша түсіндіруге тырысты. Мынау төтенше жағдайға байланысты пайдамызды тигізейік деп осы сабақты жүргізіп отырған жайымыз бар. Халық өзіне ұнаған көкірегіне түйеді деп ойлаймын. Сәл де болса өсіп келе жатқан жастарға кішкене болса да шабыт беретін шығар деген ойда. Осы жерде бүкіл техниканы көрсете алмасам да, осы бір қабат көрсетілген техникалардың өзі ол негізгі техникалар еді көрсетіліп отырған. Сол техникаларды пайдаланып сурет салсаңыздар болады. Осылайша шектеулі уақыт ішінде ақ қағазға Әлтайыр шебердің салған суреті пайда болды. Алдағы уақытта да өнер саласында мұндай онлайн форматта өтетін іс-шаралар әлі де жалғасын табатын болады. Сюжетті дайындағандар Бұрым Орынбасар, Артур Қасымов.